Жолдау аясында жыл соңына дейін тағы бір құжат әзірленеді. Ол банк қызметі туралы жаңа заң. Бұл міндет парламентке жүктелді. Президент банктер тұтынушылық несие берумен ғана шектеліп отырғанын айтып сынға алған еді. Енді депутаттар не істейді? Бұл сұрақты әріптесім Алтынбек Амит Айдарбек Қожаназаровқа қойып көрді. Құрметті Айдарбек мырза, бәріміз білеміз, өзіңіз банк секторына қатысты мәселелерді үнемі көтеріп жүрсіз. Оның үстіне кеше президентіміз жолдауында да бұл саладағы қате кемшіліктерді айқын жіпке тізіп берді. Енді сізден сұрайтынымыз Қазақстандағы қаржы секторының қазіргі даму бағытына көзқарасыңыз қалай, және де қандай реформалар керек деп ойлайсыз осы салада? Егер де қарасаңыз, бүкіл ережелердің барлығы біздің жүйемізде ол банкке ыңғайланған. Мысалға, біз былтыр ғана ауыстырған бір-екі нормаларымыз бар. Егер де сіз кәсіпкер болып өзіңіздің келісім шартыңызды, банкпен келісім шартыңызды бұзсаңыз, ол қылмыстық іс. Ал егер де банк сізге қарай болса, ол кәдімгі әкімшілік іс. Түсінесіз бе? Сондай банк өзінің бір деңгейін басқа бір деңгейге көтеріп қойған. Осы құбылыстармен біз соңғы 2-3 жыл күресіп келе жатырмыз. Енді қазір қалған бір-екі нормалар бар. Ол әсіресе бізде мысалға несиелендіру пайызы көбінесе тұтынушыларға беріледі. 62% берілген несиелердің 62 көбісі тұтынушыларға берілген. Енді өзіңіз ойлап көріңізші, дұрыс дамыған елдерде сіз бірінші жұмыс орнын қаржыландырасыз, жұмыс орнын қалыптастырасыз. Сосын сол жұмыс орнында жалақы алып отырған адамдарға несие бересіз. Себебі оларда тұрақты қалыптасқан өзінің табыс көзі бар. Бізде керісінше табыс көзі жоқ адамдарға біз барамыз да несиелерін тығып тастаймыз да, одан кейін өзіміз таңғалып отырамыз, неліктен біздің еліміз қарызға батып жатыр. Қалай ойлайсыз, дәл қазір екінші деңгейлі банктерге мемлекеттік қолдау керек пе? Мемлекеттік қолдау қазір біз екінші деңгейлі банктерде өте зор. Жаңа мен өзім депутат сауалда айтып едім, ең қатты субсидияланатын салалардың бірі осы екінші деңгейлі банктер. Соңғы 3 жылда 5 миллиард теңге салық льготаларын алған. Сол себептен менің ойымша біз соны қысқарту керекпіз. Бірақ егер де ынталандыру құралы ретінде оларға былай десек, біз сізге мына жаңағы салық льготаларын қалдырамыз, бірақ сіздер біріншіден пайыздың мөлшерін төмендетесіз біздің тұтынушыларымызға, екіншіден бизнесті қаржыландыруды ұлғайтсаңыз, онда бұл жерде енді бір сауда болу керек үкімет пен банктердің арасында. Сол ынталандыру үшін дұрыс бір баланс тауып отыру керек. Сол балансты табу менің ойымша қазір біздің осы жұмыс тобымызда келе жатқан бүгін ғана қабылданған заңымыз бар. Сол банктер туралы сол жұмыс тобында осы балансты іздеу осы депутаттардың міндеті деп ойлаймын. Жақсы. Енді мынау несиелік жүктеме туралы айтайықшы халықтың. Өзіңіз білесіз, бұл көрсеткіш өте жоғары екенін жасырын емес. Қазір халық көлікті болсын, телефонды болсын, бүкіл киім-кешектің бәрін несиеге алуға құмар. Кейбір сарапшылар бұны теріс, дұрыс емес әрекет деп бағалайды, бірақ дамыған елдерге қарасақ, кәмелет жасына толған әрбір азамат осы банкпен бір серіктес өмір сүреді. Мысалы, Америкада ипотекалар 40 жылға дейін беріледі деген сияқты. Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы бұны азайту керек па? Несие жүктемесін, әлде осы қарқынымыз дұрыс па біздің қазіргі? Менің ойымша біз жерде бір мақал бар. Қызанақты қызанақпен, алманы алмамен салыстыру керек. Қазақтың қарапайым тұтынушымен Америкадағы жұмыс істеп жүрген адаммен салыстыруға болмайды. Біздің енді күнделікті осы банктың клиенті кім? Оның жұмысы жоқ, тұрақты жұмысы жоқ, тұрақты табыс көзі жоқ. Тұрақты табыс көзі болмағандықтан, оның былай қарасаң, ешқандай жаңағы несиесін қайтарып беруге мүмкіндігі жоқ адамдар. Олар барады да жаңа айфонын сатып алады, немесе тағы да көлігін сатып алады, жаңа түкілін неғып сатып алады. Олар барып жолда такси болып Яндексте жұмыс істеу үшін сатып алады. Америкада сен келесінде, мысалға, егер де сен жұмысынан айырылсаң, келесі күні сен бүкіл дүниеңнен айырыласың. Үйіңнен, машинаңнан, бүкіл мүлкіңнен айырыласың. Банкрот боласың. Ал сол себептен бізде сол жағдайға түспес үшін біз біріншіден бізде тұрақты жұмыс орындар керек. Тұрақты табыс көзі біздің халқымызға ұйымдастыру қажет. Табыс көзсіз әр несие ақыр соңында үлкен қарыздармен осындай банкротқа алып келетін дүние. Оны біз енді бұл жерде қатты
енді білімді адам болуға қажеті жоқ. Егер де сенің жалақың болмаса, несиеңді қалай қайтарасың? Жақсы. Тың ақпараттарыңыз үшін алғыс айтамыз, Айдарбек. Рахмет.